сөйлейді, май қосып айтады, май қосамын, сосын салмақ қосылады, кейін болған сосын бұлшық етке айналдырамын, жаттығу жасаймын дейді. Оның бәрі дұрыс емес. Сен салмақ қосқанда таза бұлшық ет қосу керексің. Содан соң сен сол бұлшық етті жаттығу жасау арқылы қайтады орын. Салмағыңыз болмаса, кішкентай болсаңыз, онда тренажерный залға барудың керегі жоқ. Себебі анда сіз үлкенге сала алмайсыз, және қатты барсаңыз да болады, бірақ негізі физически қалайда дайындалып алып барған дұрыс қой. Бірінші внимание қалайда сонымен достар, келесі бізде турник. Ол да тағы да базалық жаттығу, ең пайдалы жаттығу. Арқаның бұлшық еттерін шығару үшін негізі осы саналады. Және турникті жасаған кезде дұрыс жасаңыздар, себебі қалайда кейбір кезде қолға ғана күш түсуі мүмкін, ал кейбір кезде арқаға да күш түсіруге болады. Өзінің жасағанына байланысты. Тура отжимание сияқты 100% істеңіздер, себебі бұл кезде арқа бұлшық ет дұрыстап қозғалу керек, ешқандай да артық қимыл керек емес. Руся мені осылай жасайсыздар. Тағы да базалық бұл кезде сіздің қолдарыңыз жұмыс жасайды. Кеудеге өте жақсы күш түседі, және иықтың бұлшық еттерін шығаруға өте пайдалы жаттығу. Егер осыны жасайтын болсаңыз, онда сіздің турник жасағаннан соң сіздің арқаңыздың бұлшық еттері өседі, және В формаңыз кішкене В тәріздес болады, және мынандай осындай болады. Содан соң жаңағы Русиядан. Содан соң турниктан солай шығарғаннан соң Русия жасасаңыз, сіздің иықтарыңыз шығады ғой. Сол кезде сізде қалай айтады, уже качок формасы пайда болады. Пайда бола бастайды, сізде мотивация болады, сосын спокойно, жай ғана барып алып уже сіздің денеңіз ауыр вес көтеруге дайын болады да, сіз қиналмайтын боласыз. Қазір енді сендерге тамақ туралы айтамыз. Таза бұлшық ет қосу керексің ғой сендер. Оған керек тамақтар. Ең бірінші жұмыртқа, ода 6 грамм, 7 грамм ақуыз керек. Сізге айтқанда ақуыз, углевод, май анамыз белок деген жұмыртқада ең келесі айтатын тамақ ол. Тауық дейміз бар ғой. Грудкасында ең көп белок грудкасында. Сол тауықтың грудкасын жесеңіздер, онда таза бұлшық ет қосуға мүмкіндіктер болады. Бір жағынан негізінен қалай айтады, әркімде әртүрлі ғой генетикасы. Кейбіреулеріне углеводтан жақсы, кейбіреулер майдан, например. Творог бар ғой. Творожок. Ақуыз бар. Творог деген ақуыз. Атымыз қағасы творог қалайды. Творог жегізді.
тапсақ жазам, таппасам жазбаймын. Сол творк жесеңдер болады. Таза граммда қанша бар? 15 граммдай бар. Көп ол. Иә, сосын лезде тамақ, астан кафе. Таңертең жеймін. Ол тіпті ақтау ғой. Иә, таңертең қалайда нағыз неге керек қой ол. Шығып қосылған. Аға беру. Сосын? Маған келмеспет болай. Кейбір адамдар өзге тамақ қанша тамақ Оларға майды да жейді. Экстамофтар, например, май жесем де салмақ. ет жемейдер қазақтар. Ет нағыз қалайда бұлшық. Еттен ет болсын десе ет жеу. Сегіздің еті жоқ. Қойдың еті көп. Сосын сіздерге қандай видео қызық, соны комментария Иә, тағы қандай видео шығарайық, салмақ қосу шығайын деп жатыр. сосын Тағы не бар өзі? сізде өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп отырыңыз, қалай салмақ қосқан Иә. 1-2 килограмм. 1 Сосын- килограммның өзін Ол деген өнер ғой. достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге видеомыз ұнаса, онда каналға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ондай болса видеомыз аяқталды, жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Сау болыңыздар.